Сәлем достар, сендермен бірге мен Тони және де құпия қонақ Жаке. Привет, придурки! Бүгін біз FIFA 22 ойнайтын боламыз. Неменеге атқа шегеміз деп білесіздер. Расставай, хозяин! Деградацияға ұшыраудамыз. Бірақ менде әлі де 25 бар, бірақ оны кейін түсіретін боламын. Енді ноутбугымда 22 дайын тұрғасын. Неменеге видео түсірмеске деген ой туды. Біздің бірінші матчымыз бұл Лига Чемпионов болмақ. Да, финалда таңдаймыз. Және де жандос өзіне Реал Мадридті аламын дейді. Менің сүйікті командам болды. Ал мен Баварияны алайын жарайды. Бавария. Мен осы Бавариядағы топ 3 сүйікті ойыншым ол Киммих, Мюллер және де Нойер. Составтарымыз міне осындай. Мен принципиалды түрде Горецканы алған жоқ, өйткені ол маған ұнамайды. Даже мен резервке тұра салдым. Біз каждый вот жұмыстағы акиматта жұмыстаған кезде каждый пятница коллегаларымызбен барып тұраттығымыз пятница кешке қарай ойнала содан кейін бәрі қарамаппын даже Капни вялого джунжурика. гол! Кім күтті болды? Левандовский шау. Мына кезде еще Левандовскийдің сау кезі ғой, Барселонаға көшпей тұрғандағы Нойерді шығарамыз қой. Молодец. Еще Бензема бар дейі, ба. Не пробил. Бля. Оба? Охо! Не хочет? Вива! 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 Бірінші тайм бітті. Әлі де шансы бар, өйткені арамызда бір ғана замин ашсадым. Упамеканы қойдым да, Зюлені Павардың орнына қоя салдым. Өйткені Зюле екі позицияда ойнап жүр ғой, қазір Борусияда. Соло. Мен биттім, мен все, бля, никакой зиграть вперед, но немецкая, да, бля, сужат, не главное. Победа 3-1. Курашта olsun. Жоқ. Кім керек. О, ашық. Выиграл, ничего себе! Умница, вратарь! Келе салым керек. 1-1. Жүрген бесін. То есть был план было обидно. Соло. Точно последнее предупреждение, дальше уже только красный свет. Можно перед собой увидеть. Если не работают слова, ловит мяч вратарь, не получилось забить вратарь. Рандомно тесе болот не болады. Вот біздің бірінші матчымыз аяқталды. 4-2 есебімен. Енді біз қазір ғасырдың әнісімен ойнайтын боламыз. Национальный сборная. Италия қарсы Францияға. Жастар қарсы Шалдыра. Қызылғанды матч болмады, өйткені что-то бірінші секундтан өтпей қалды мен атакам. Өте қалыпты. Шолтан мен сіздің отырмай. Саған комментатор саған қазақ спорты. Ярат и гол. Угловойдан отырайын ба? И прямо в центр штрафной мяч летит. Удар қалай доп ұстады оны?
О, штраф. Не удивлюсь я, если судья достанет желтую сейчас. Есть кому в атаке помочь. Забивает сборная Италии. Да, не отправил. Жынды пушкалдан негізі, бә, әдемі болып қашты. Какой-то. Забивают они Аяққа еще өткізіп но да. по-прежнему проигрывают. Что за матч у нас? Жаңа голды өткізіп, өтіп тамал, бә, Задел я штрафного помышу. игрока. Что-то опасно. Екі голды сразу лезде салып тастады. Қазір енді кураж алып кетпесе болды ғой. Мен оны екінші таймға дейін психологически ломать етемін деп жағын осы голдар салып тастады. Қазір реабилитироваться етіп алды ғой. Бензема плохую передачу отдал. А, кстати, мен Бенземасын екінші рет сыграли. Там Реал Мадридтегі Доминик расы Феррера. сыграли. Мяч введен из-за боковых. Будет гол. Здесь тоже нужно определенное мастерство, чтобы попасть в ворота в пункте пустые. 4-2. Довольно комфортно пока преимущество по голу владеет. Дали много места Коману на фланге. Навешивает штрафную, есть там кому сыграть. Сол астында, білесің бе? Пятка. Магис көтере салу керек. Шотан. Уф. Да, не голды ойладыңыз. Сыгып тастады. Мой закин. Вот, раз мой закин шығар. Десятка. И соперник позади. Ай, да, браво! Сен просто өзің бұйрықтарына дұрыс расстановка беріп жатқансың. Мысалы, оларды елесет, типа, компьютерге жаңағы военкоматтар келді. И оларға жүріп батып, қақып батып, үйрі басқаша. Магнумды баскетке сатып отырып өтіп өтіп, да, жүгір ал. Не удел оставили обороняющегося игрока. Ебан, аяғы өтіп өтіп, ғасыр жеп ойнап Хороший өтіп. вынос мяча из штрафной. Операторға да қуат өтіп. Мені көрсінесінде бала. Ағамыз әлі бір гол ғана ма жесе, оны ақ не топ. Лаза жить. Италия идет вперед. Это их последний шанс. Еба, базада ешкім жоқ, еба. Базада ешкім жоқ. Гол! Мамин правильно сломать пойдет. Готов тренер замену сделать. Ой, заебал. Ой, заебал. И все, хозяева ничего не смогли сделать. Ебай нахуй. Тума. Отомстил за тебя.